Сәлем баршаңызға, мен бүгін сіздерге сүзбелі таяқшалардың жасалуын көрсетпекшімін. Ол үшін менің видеомның толық соңына дейін көруіңізді сұраймын. 400 грамм сүзбе, 1 дана жұмыртқа, 100 грамм қант, шанышқымен мышқылап еземіз, немесе миксер қолдануларыңызға да болады. Мен бірақ шанышқымен мышқылап шықтым. Үстіне 150 грамм ұнды сеуіп, қопсытқышты салып, араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Сүзбедегі қамырымыз осылайша жұмсақ, нәзік болып шықты. Біз оны тындырамыз. Тындырып болған қамырымызды бөліктерге бөліп, осылайша ұзынша таяқша етіп, қолмен осылайша жасап шығамыз. Қызып тұрған майымызға салып, осылайша қуырып аламыз. Егер де достар менің каналым ұнап жатса, видеоны тоқтатып қойып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мен өз каналымда сіздермен құпия рецепттермен, тез жасалатын оңай тағамдармен бөлісетін боламын. Сондықтан маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Майымыз өте қатты қысып кетпеу керек, болмаса сүзбелі таяқшаларымыз күйіп кетуі мүмкін. Сүзбелі таяқшаларымыз пісіп шықты, оны ыдысқа салып дастарханға тартуға болады. Сүзбелі таяқшалардың үстіне сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша сәндеп жеулеріңізге болады. Үстіне қойытылған сүт, шоколадты ертіп, немесе тәтті жемістер салып сәндеулеріңізге болады. Ас болсын.